Еңбек демалысындағы естелік сурет дүрбелең тудырады деп кім ойласын? Мемлекеттік қызметте жүрген бір шенеуніктің көл жағасында ішімдік ішіп отырған фотосы күтпеген жерден Фейсбуктен бір шыққан. Кодекске қайшы әрекет әдеп жөніндегі кеңес отырысында қаралды. Бұл туралы әріптесім Шолпан Исабекова тарқатып айтады. Мемлекеттік қызметші барлық жағынан көпке үлгі болуы тиіс. Себебі оларды қоғамның айнасына балайды. Тіптен қызметтен тыс жерлерде де тиянақтылық пен ұстамдылық қажет. Шиелілік шенеуніктің көл жағасында ішімдік ішіп отырған суреті әлеуметтік желіні шулатыпты. Дереу қызметтік тергеп тексеру жүргізілген. Мемлекеттік қызметшінің түсініктемесінде бұл сурет осыдан 8 жыл бұрын түсірілгені белгілі болған. Ал Фейсбукке фейк, яғни жалған парақша иесі жариялапты. Сорақсы оны құзырлы мекемелердің парақшаларын белгілей отырып, бөліскендер, түрлі пікір жазғандар да кездескен. Бұл 2011 жылы болған жағдай деп тұр. Яғни өзі кезекті еңбек демалысында жүрген кезде, жаңа суға түсуге барған кезде сондай болған растап отыр. Оны қасындағы 2 болған қызметкерлері бар және бөлек мекемеде жұмыс жасайтын адамдары да бір қызметкерде не отыр. Дегенмен кеңес мүшелері жинақталған материалдармен танысқан соң істі тоқтату туралы шешімге келді. Қалай болғанда да естелік суреттің әлегімен шенеунік тәртіптік кеңестің табалдырығын аттады. Бұл мемлекеттік қызметшілердің барлығына да сабақ болуы тиіс. Кеңес отырысында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитеті облыс бойынша департаментінің басшылары баяндама жасады. Қос басшы да коррупцияға қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстарын тізбектеп айтып берді. Биыл құтқарушылар арасында парақорлық пен бір қызметкердің ісі әшкере болыпты. Аға лейтенант жеке кәсіпкерден 25 мың теңге аламын деп шенінен айырылды. Жұмыстан кетті. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының құқықбұзушылықтардың уәкілетті органдардың қатысуымен ұжым арасында талқылап, жемқорлықтың алдын алу, болдырмау және әдеп кодексінің бұзушылықтарын болдырмау бағытында нақты жоспарлар бекіту. Екінші, департаментте және оған қарасты өрт сөндіру мекемелерінде орын алған қылмыстардың бұзушылықтарға жасап ықпал ететін себептер мен жағдайларға анықтау мақсатында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу ұсынылсын. Коррупциямен қоғам болып күресті күшейту қажет. Бұл бәрінің қаперінде жүргенмен алтын көрсе періште жолдан таядының керіме, параға пар қауып, сан соғып қалып жатқандар азаймай тұр. Өкінішті. Шолпан Исабекова, Алмат Меңдібаев, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.